Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, маған кейбір адамдар YouTube каналымда монетизация қосып жатқан кезде аты жөнімді дұрыстап жазбадым және оны қалай өзгертсем болады деп сұрақ қойып жатады. Осы видеода сіздерге Google AdSense-тегі аты жөніңізді өзгертіп көрсететін боламын. Ол үшін сіз Google AdSense-тің сайтына кіресіз, YouTube каналға емес. Google AdSense-ке кірген соң платежи деген раздел тұрады, яғни бөлім. Платежиді басқан соң платежные данные деген басатын боласыз. Және осындай парақша шығады. Ол жақта сіз способ получения дохода, яғни сіз карточкаңызды тіркей аласыз және өзгерте аласыз. Және де мына жақта аты жөніңізді өзгерте аласыз. Сонымен қатар адресті де управление настройками дегені басасыз. Басқан соң мына жақта наименование и адрес деп тұр, яғни адрес. Осыған кіреміз. Карандаштың үстіне басқан соң астында формасы налоговой информация, яғни бұл жерде налоговой информацияны да қайта толтыруға болады. Одобрено болып тұрса да, сіз басқа адрес жазатын болсаңыз. Негізі одобрено болып тұрса, оған тиіспеген дұрыс. Және бұл жерде сіз аты жөніңізді, мына жерде имя деп тұр. Және осы жерде аты жөніңізді қайта жазып, өзгертіп сақтасаңыз болады. Алдымен атыңызды жазасыз, одан кейін фамилияңызды. Барлығы осы имя, фамилия барлығы ағылшынша жазу керек болады. Дәл өзіңіздің удостоверение, яғни жеке куәлігіңіздің артындағы ағылшын тілінде жазылу керек. Және осылай өзгертіп болған соң астында сохранить деген шығады. Бірдеңе өзгертіп болған соң сол кезде сол сохранить дегенді басуды ұмытып кетпеңіз. Осымен видеомыз тамам. Егер де осы ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.